Түркия мен Сириядағы жойқын зілзала, Жапониядағы жанартаудың атқылауы, мұның бәрі үлкен бір кесапаттың белгісі ме? Мысалы, TikTok желісінде бұл ақыр заманның белгісі дейтіндердің видеосы көптеп таралып жүр. Айтылып жатқан бір аргумент Түркия астында тектоникалық плита қозғалып жатыр. Сондықтан да бұл өңірде алапат-апат көбейеді. Анықтап алсақ, жер сілкінісінің негізгі себебі дәл осы литосфералық плиталардың жылжуы. Бұл жаңалық емес, ертеден ақ ғалымдар анықтаған ғылыми дерек. Ең үлкен литосфералық плиталар америкалық, африкалық, антарктикалық, үнді аустралиялық, евразиялық, тынық мұхиты және Амур. Қазақстан евразиялық плитада, ал зілзала болған Түркия африкалық, үнді аустралиялық және евразиялық плиталардың жанасатын жерінде орналасқан. Сондықтан бұл жер сейсмикалық қауіпті аймақ болып саналады. Сонымен негізінен жер сілкіністері литосфералық плиталардың қозғалысынан пайда болады. Бірақ басқа да себептер бар. Кейде жер сілкінісі жанартаудың атқылауы мен адамдардың әрекетінен де болады. Осылайша біз Жапонияның Кюсю аралындағы Сакурадзима жанартауының атқылауына өтейік. Бұл әрдайым атқылап отыратын жанартау. Мысалы 2022 жылдың шілдесінде де болған. Ал ең ірі атқылау жағдайы 2014 жылы болған екен. Әсіресе 1955 жылдан бастап мұнда жиі атқылап артынша зілзала болып отырады. Демек бұл бұрыннан болып келе жатқан табиғи апаттар деп ой түйсек болады.